IT компанияның 30-дан астам жұмысшы қызметкерлері өз жалақыларын ала алмай жүр. Даулы мәселені шешу үшін олар сотқа жүгінген, бірақ ол осы күнге дейін тек қана қағаз жүзінде қалған. Оған не себеп болғанын тілшіміз тарқатсын. Ғалам Сұлтанов IT компанияда сату жөніндегі менеджер болып қызмет атқарған. 4 ай бойы еңбек ақысын ала алмаған. Оның алашағы 300 мың теңгеден асып жығылады. Мы ждем заработную плату. Біз жалақымызды күттік, көбі сотқа берді. Бізде штат бойынша 50 адам жұмыс істейді. Сот шешімі қолымызда бар. Әрі қарай ешқандай нәтиже жоқ. Қала тұрғыны Ерсін Беспаев осы компанияда 2017 жылдан бері жұмыс істейді. Оның компанияда алашағы 600 мың теңгеге жеткен. Сыртқы түрден сипаттағанда бұл фирма перспективасы жағынан өте ауқымды болып есептелді. Өйткені фирманың өзі жаңағындай поисковой система бар ғой, Google, Яндекстің аналогы ретінде көрсеткен жаңағы отандық бірінші өнім ретінде. Енді былай қарасын, жаңағындай инвестиция бәрі болатын жағдайда, жұмысына қарағанда енді адамды алдау арбаудан басқа түкте пайда көрсеткен жоқ. Жұмысшылар қай уақытта жалақыларын алады деген сан-қилы сұрақпен біз компанияға өтініш білдірдік. Оның жетекшісі бізге сұхбат беруден бас тартты. Электронды пошта арқылы хаттың көшірмесін жіберді. Өткен жылдың шілде айынан бастап компанияда қаржы дағдарысы орын алды. Ал қыркүйек айында қызметкерлер өз өтініштері бойынша жұмыстан босатылды. Бүгінгі таңда жалаққа 2,5 миллион теңге ақша берешекпіз. Сот шешімін орындау парағы Қарағанды облыстық жеке сот орындаушылар өңірлік палатасына өткен жылдың желтоқсан айында келіп түскен. Қазір оны орындау жұмыстары жүруде дейді жауаптылар. Қазіргі уақытта Қарағанды облысының жеке сот орындаушыларына Юверт IT компаниясынан жалақы өндіру бойынша сот парағы келіп түсті. Атқарушылық іс қозғалғаннан кейін сот орындаушылары екінші деңгейдегі банктерде шоттардың болуын тексереді. Олардың есеп шоттарында ақша болса, онда бұғатталады. Аталған палата өкілдері Юверт IT компаниясының жұмысшыларға берешегі бар екенін жасырмады. Сот шешімін орындау үшін жұмыстар қолға алынған. Сейітқали Әшім, Мұрат Төкенов, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.